Шақырымдарға сағызша созылған бұл көлік кептелістерінен алматылықтар әбден зайбалы шыққан, бағасы ұшып тұрған, бензинге ақша таппай сігіліп жүрген жүргізушілер үйлеріне жете алмай әлек. Енді осыны көрген күніміз. Мен бастықтарды обедке ужинға тасим, как раз пиздес пробканың кезі. Өстіп отырамыз, зайбалымыз шығып. Мен осы туған қаламның үлкен проблемасы пробкаға памятник қоюды ұсынғым келіп отыр. Мінекей чертежі. Бұл да пробканың бір түрі. Және де бұл да көшедегі пробкалар сияқты өте жиіркенішті, жаныңа батады. Және де машиналар пробкасы сияқты ыңғайсыз. Және де осы памятникті ең үлкен пробка болатын Амилаев көшесі мен Никонетова көшесінің қиылысына қойса деймін. Және де бұған мен көшедегі көлік кептелісі проблемасына қатыстырып, машинальная пробка деген ат қойдым. Эксперттердің айтуынша бұл проблеманың уақытша шешімі велосипед, самокат немесе жаяу пиздавать ету секілді жолдар. Уақытша дегеніміз қанша? Бұл мәселенің шешімі қашан болады? Әрине хуй его знает. Ақкөлік кептелісі Светлана Пробкина, ПТК арнасы.